Не болып жатыр деп ойлайсың ғой, Әлі чөт түсіне алмай отырмын. Сенген жоқпын жаңа, әлде де пранк десеңіз қазір орныма отыра салайын барып. Жоқ, отырмайсың. Нағыз сенсің. Саған байланысты мәселе, кәдімгідей бір мәселе бар. Өзің не деп ойлағансың? Подсказка можно? Нельзя. Олжас, саған шынымен де үміткер келді. Бұл факт, е? Бірақ үміткер ортаға шығудан бас тартты. Студияға келді, белгілі бір ақпараттарды білді, және де бұны біле тұра, мен ортаға шығудан бас тартам деді. Қандай себептерге байланысты ойлайсың өзің? Не себеп болуы мүмкін екен ол? Өзің сұрап көрейік ендеше, қазір бізде телефон байланысты сенің болмай қалған үміткерің бар. Саламатсыз ба? Алло. Динара, саламатсыз ба? Саламатсыз. Бүгін ортаға шығып, танысып көріңіз керек еді, е? Бірақ бас тартыпсыз. Неге? Мен негізі студияға дейін келгенмін. Мен келген бойда сол жерде маған бір ақпараттар келді. Ол негізі ол прямой эфирді мен өзім де көргенмін. Инстаграм желісінен Олжастың өзі тікелей эфирде отқанда сол жерде бір қатысушыға сезімім бар, бірақ та уақыт көрсетеді деген. Қандай қатысушыға сезім бар дейді? Қайсысына? Айтты ма өзің? Алло. Иә? Қай қатысушыға қатысты бұл мәселе? Мен оның есімін айтуым дұрыс болады ма, білмеймін. Егер қаласаңыз, айта беріңіз, біз білуіміз керек. Ештеңе жасамауымыз керек. Мен Олжастың тікелей эфиріне кіргенмін, сол кезде ол айтқан, мен емес, енді басқа оқырмандар оған сұрақ қойған, Жанеркеге сезіміңіз бар ма? Қашан жүк болуды жоспарлайсыз деген сияқты. Сол кезде Олжастың жауабы, оны уақыт көрсетеді. Мен жоқ деп айта алмаймын. Мен өзім лично өзімді көргенмін, мән бермеген едім. Артынан біраз өмір келді уже. Енді қазір түсініп отырмыз сізді. Шынымен де бұндай ақпарат біз білген жоқпыз. Бірақ сізге... Сіздің дауысыңыз естілмей жатыр ма? Сізді түсініп жатырмын деймін. Бұндай ақпаратты біле тұра, әрине ортаға шығу қиын ғой. Әттең, жарайды енді, уайымдамаңыз. Таныстық болмай қалды, бірақ дегенменен өмірде сізге лайықты жақсы бір жігіт кездеседі деп ойлаймын. Рахмет, Динара. Рахмет, Динара. Не ғой? Мұраққа шықса, мен есімде жоқ өйтіп айтқаным, және де мен айтқан жоқпын деп нақты айта аламын. Қосады, Жанеркемен қосады, Ақеркемен қосады, Айзамен қосады мені. Кім бар еді? В общем, қосады қыздармен, арамызда қыздар. Не үшін қосады деп ойлайсың? Неге басқа жігіттер? Енді халықтың көзімен қарайтын шығар. Мені баялық барғанда тек қана бір қызбен емес қосып атқаны, 4 қызбен қосады осы жердегі. Бірақ Кім? мен үйленем, ойбай, жұп болам деген әңгіме аузымнан шыққан емес. Және уақыт көрсет деген әңгіме болған жоқ негізі. Олжас. Ау. Жел болмаса, шептің бәлсі қимылдамайды деген сөз бар, е? Иә. Жоқ, оны білем. Жел тұрмаса, шептің басы қозғалмайды, айдай ханым, дұрыс айтасыз. Өзің ойып көрші өзің, қыз. Анау жерден келем деп жол жүріп, студияға келді, дайын болып отырды, макияжын жасады, және де бір ақпарат көрді, біздің редакторлардың көзінше, телефонына келген, және де кешіріңіздер, сіздерге түсінетін шығарсыздар деді. Ғашық болған жігітте мен не үшін ғашық болу үшін баруым керек деді. Ендеше нақты сұрақ қояйық, ер азаматсың ғой өзің. Екі сөйлемейтін шығарсың. Иә. Жанеркеге байланысты әңгімелер болып жатыр. Көп болды қозғалып жүрген, сөзің шынына келгенде көп болды, өте көп болды. Енді мықты болсаң айт, тоғытын. Жоқ, сөзің шыны керек. Жоқ, біз мүлдем ешқашан көңіл жарастырған емеспіз, тек қана доспыз,
және жұп болуыңыз мүмкін емес деп айтты. Жоқ, басқаша болса, біз түсінеміз, қазір айт. Мен жасырмаймын ештеңені, және де тіке айтқанды жақсы көремін. Көңілім бар Жанеркеге, симпатия дей ма қалай? Сондай бар. Айдай ханым, айтып тастайыншы, сондай бар менде. Айтып таста. Сөздің шыны, ол қорқыныш емес, ешқандай да оны жасыратын ештеңесі емес. Бірақ ғашықпын деп айтпаймын. Өйткені ғашықтық сезім емес ол. Ол мәселенің бәрі қайдан туылды? Әңгіме былай болды ғой, көптеген адамдар жаңағыдай қосып бастады ғой негізі. Содан кейін көптің тілегі қабыл болып кетті ма, немесе мен қай кезде ойланып бастадым, осы жерде жаңа жылдың қарсаңында өзіңіз білесіз, бізге жаңа жеребе тартқан кезде, сол кезде енді сыйлық бір-бірімізге беретін кезде, мен сол Жанерке түспесе екен деп кәдімгідей тілендім да. Алладан, сөздің шыны керек міне, өтірік айтпаймын. Сол кезде Жанерке түсті, мен қағазды көрген кезде енді кішкене бір Жанерке айтқандай не күлерімді, не күлмесімді білмей қалдым. Сосын Жанеркеге мен түскенімді білгеннен кейін ана жерде шошырдым да біраз, Майра ханымның орнында отырғам. Содан кейін біраз ойларға бата бастадым, уже ойланып бастадым. Мен сөздің шыны керек, бір емес бірнеше рет адамдар айтып бастап жатыр. Енді мен өзім Құдайға сенетін адаммын, біріншіден мұсылманмын, енді Алла тағаланың өзі өстіп беріп жатқан шығар деп ойладым, сөздің шыны. Осындай бір нені да жаңағыдай. Бір белгі беріп жатқан сияқты. Олжас, сен бағдарлама шартын білесің, иә? Білемін әрине. Қазір бізді өте қиын бір жағдайға әкеп бердің. Біздің қолымызда басқа қатысушыны ұнататын қатысушымыз бар. Ол қатысушыға бұл мәселе шешілмегенше ешқашан үміткер келмейді. Қыз баласына келудің өзі қиын негізі. Бірақ біреуге ғашық жігітке келу ол ақымақтық. Ақымақ қыз жоқ Қазақстанда, иә, біздің Қазақстанда. Иә, қыздардың бәрі ақылды. Енді біз сізге істеуіміз керек, сенің ойыңша. Қосайық па сендер? Ол қалай айтсам болады екен сізге. Иә, менің мына жақта отырып, осындай әңгіме айтып отырғаным, біріншіден ол Жанеркенің үміткеріне деген енді сыйластықтың жоғы деп білетін шығар. Кешірім сұраймын алдын ала. Енді ол да ер адам, мен де ер адаммын ғой. Әңгіме жоқ, мен қателігімді мойындаймын. Мына әңгіме айтылмау керек еді. Бірақ енді жаңа үміткер айтты деп ақыр басталғаннан кейін шешінген судан тайынбас дейді. Шегінерге жол жоқ. Қандай шешім болса да дайынмын. Егер дәл осы жерде шарт қойылып қатысушы болып немесе үміткер болып десе, мен үміткер болып таңдайтын едім. Өйткені мен бір сөйлейтін, нық сөйлейтін адаммын, және де өзім сөзіме берік тұра аламын. Мәссаған. Қатысушылар, не дейміз? Кезек беріңдерші болатқан микрофонда. Рахмет Айдай ханым, мен осы жерде көріп отырмын, нағыз жігіттігін, Адайдың руынан екеніне жалпы мен бөлініп отқан жоқпын, бірақ біздің жігіттерде жалпы кіші жүзге қылыш берді жауға дейді, сол сияқты. Дұрыс бауырым, тайынбай шыққан жоқ, бәріміз осы жерге махаббат үшін келдік. Симпатияң болса, ары қарай махаббатында болып кетеді. Мына жерде біздер сол симпатияны таппай жатырық қой, махаббат іздеп жүрміз. Бірақ бірінші сол симпатияны таппай жатырық қой, бір-біріміздің арамызда. Сол айтам. Сол, сенде фундамент дейді ғой, фундаментің бар екен, ары қарай үйіңді қалап кете бер бауырым. Жанерке, сен не дейсің? Екінші рет. Қатысушы қалдырмады ғой сен бізден? Өзім шығып кетейін ба сен? Болмайды, сен шығармаймыз. Не айтайын? Не сезіп тұрсың өзің сездің ба? Мен үміткерім бар ғой, Бекболат бар. Түсінемін, иә, білем. Енді не істейміз? Сен шешім керек қой бізге. Қандай шешім? Мен Бекболатпенен сөйлесіп жүрмін ғой әлі. Мен саған қазір Олжас немесе үміткер жайлы шешім қабылдай тұрған жоқпын ғой. Сұрақ мынандай. Сездің бе? Сенде симпатия бар ма, жоқ па? Менде жоқ. Сенде жоқ. Түбегейлі? Жоқ. Бірақ күтпедің? Күтпегенде енді сол әңгіменің барлығы жүрегіден басталды.
осы жеребеден кейін қатысушыларда бұл тағдыр ғой деген сияқты әңгімені айтып қосып сөйтіп уже көтеріліп кетті да шынымен. Демек қатысушылар білген, иә? Жоқ, қатысушылар емес, сол жеребе соған себеп болып кетті да. Онда неге басқа жігіт пен қыз болса екеуін қостырып жаңағыдай қалжыңдаспайды? Өйткені осы уақытқа дейін мен бір сөзім сол қате болып кетті да, сымбатты жігіттен басталды. Содан кейін бүкіл халықтың барлығы қоса бастады бізді, білмеймін неге екенін. Жалпы енді айтып отыр ғой, Олжас менімен ғана емес, 2-3 қызбен де қосады деген сияқты. Неге екенін білмеймін, бірақ менде де қосып жүрді ғой осы жерде басқа жігіттермен де, бірақ енді халық именно осы екеуміздің әңгімемізді көтеріп қосып жүрді деп ойлаймын. Кетті бүгін енді ау Жандос. Негізі көп жағдайда бұл жеребеден бұрында болған жағдай, өйткені екеуінің арасындағы бір сезім бар екендігі мен постоянно байқап жүрмін. Екеуінің арасынан ба жоқ? Тек қана Олжасын жоқ, Олжас пен Жанеркенің екеуінің арасындағы. Өйткені бір-бірлерінен жасырып тұрады, бірақ ол сырт көзге көрініп тұрады ол. Ол шындық. Мен қазір таңғалып отырғаным негізі. Бір минут. Бір қатысушы ұятың жоқ па, үміткері бар ғой, бұл қалай болған деп айтқан жоқ. Баян айтайын деп отыр екен. Баян. Жоқ, шынымен айдайқаным Олжасына түрлігін дұрыс болған жоқ. Бірінші айтайын, сен Жанеркені осы уақытқа эфир жобасында басталып жүргеннен бастап байқап жүрміз ғой, сезімің бар екен. Алдында Бауыржан шығып кеткен жобадан бар ғой, сол шығып кеткен кезде мына жерде үрейленіп қалды ғой, ойбай бір-бірімізге сезім білдіру жайына қалсын, анау мынау деген сияқты сөзді Шахым мырза айтты ғой, дұрыс па? Содан кейін соны аяқ тартып қалдым сәл болса да. Енді 31-нен кейін енді сенің сезіміңдерің білініп жатыр. Бірақ сенің нақты сезімің бар екеніне сенбеймін. Мен шын айтамын, мына жобадан үйленіп кететінге мүлдем сенбеймін өз басым. Бірақ Жанерке саған, енді Жанерке біз андай мен сияқты дөрекі емес қой, сондықтан енді жігіттерге жылы қабақпен қарайды дегенде ғой, бәріне жылы қабақпен қарайды ғой. Сондықтан Жанеркенің симпатиясы жаны жоқ деді айтты ғой, дұрыс па? Симпатия жоқ шығар, Жанеркеде бар деп айта алмаймын саған. Бірақ сен өзің жылтың етіп қана жігіт болып көрінесің менің көзіме. Сондықтан мен саған мүлдем сене алмаймын. Сенікі уақытша ғана нәрсе, білмеймін енді хайп қылмайсың ба, пиар етесің бе өзіңді осы жобадан қатысушымен екі қатысушы жұп болу үшін мақсатында сондай мәселе бар сияқты менің көзіме өзіме жеке көрінеді. Сондықтан үміткер ар жағында келесі келе ма тайсалып қалатын болды, сондықтан мына тірлігің ұят болып қалды шынымды айтсам. Ал енді біз тоғайтарын айтайық, иә? Олжас, осы шама үміткерді неге қайтарғанын қазір белгілі болған сияқты маған. Бұл бірінші сын саған. Біреуге сезімің бола тұра, қаншама қыздың үмітімен ойнадым. Бұл үлкен сын. Екіншіден, қыздың үміткері бар, танысып жатыр. Жай ғана үміткер емес. Жанеркемен таныс үшін сонау батыстан келген жұмысын ауыстырып ниеттеніп келген үміткері бар. Қазір сол үміткерге кедергі келтіріп жатырсыңдар. Мен жауап беріп кетейін. Шешім нақты болса, сен бүйтіп ұзақ созып жүрмейтін едің. Бірақ енді шешімді сен айтпағаннан кейін біз айтайық. Ешқандай жеңілдік болмайды. Жанеркеге үміткер болам десең, жобадан шығасың. Дайын. Үміткер боласың. Дайын. Нақты дайын. Бірақ қазір саған үміткер болуға да мүмкіндік бермейді. Мен бермеймін. Өйткені үміткері бар. Егер Жанеркенің үміткерімен әңгімесі жарасып, жұп болып, жақсы бір дүниеге ұласатын болса, онда бәрібір сенімен қоштасу керек. Дайынмын. Өйткені сен ғашықсың. Енді ғашықтық деп айта алмаймын сөздің шыны керек. Өйткені демек ғашықтық емес, ұнату ғана, ұнату, соны бас тарту мүмкін. Жоқ, соны ғашықтыққа ұластырғым келеді. Өйткені Жанеркеңіз өзіңіз айтып байқап кетсеңіз, Жанеркеде ешқандай сезім жоқ екенін өзіңіз жаңа естідіңіз ғой. Ол қызда сезім жоқ. Ғашықтық болмақ түгіл сезім жоқ. Менікіде енді ғашықтық деп айта алмаймын, шынымды айтайын, бірақ ғашық болғым келеді. Неге? Өйткені ол баста мен жаңа үміткерлердің сезімімен ойнадыңыз дедіңіз ғой. Мен бұрыннан бері сезім бар деп айта алмаймын. Жанерке осы соңғы кездері басталды. Содан кейін кішкене өзім ойға салып жүрдім, және де ойым туындап жүрді.
соңғы кездері үміткердің келмей қалып жатқанында мен енді алланың қалауы деп білемін оны. Неге? Өйткені алланың өзі осындай бір сәтті маған ұйымдастырып беріп тұрған сияқты сіздердің Менің ойымша үміткер тек қана сезіп жүр, Жанеркені ұнатып жүргеніңді сезіп жүр, сол үшін келмейді. Мүмкін, білмеймін, ештеңе айта алмаймын, бірақ енді мен шынымды айтайын, Алланың ісі екеніне сенемін. Және де егер менің басыма сондай уақыт туып тұрса, мен бәріне де дайынмын. Және де менің бір досым айта кеткені, енді махаббаттан сондай бір эксперт жігіт деп айта алайын, сол айтқан еді, мен сұраймын да, енді қызды өзіме ұнату сезімін ояту үшін мен не істеу керекпін деп сұрап, қалай қаратамын деп. Сол кезде ол жігіттің айтқаны, қызды көбірек күлдірт. Қыздың көңілін аулайын десең, көбірек күлдірт. Қыз көбірек күлетін болса, саған сені ұнатып бастайды деп. Бірақ ол жігіттің айтқаны дұрыс болма білмеймін, бірақ ол қызды мен күлдіртіп үйрендім, күлдірте бердім Жанерке. Бірақ Жанерке күлген сайын мен өзім ұнатып бастадым да оны. Содан кейін мен айтайын, дәл осы жерде кесіп айтайын, жігіттер, қыздар ешқандай да ешкімде ренжіп болмасын. Мен екі сөйлемеймін ешқашанда. Жанерке, саған да айтамын, мен дайынмын. Үміткер болып кетсең дайынмын, егер сенің жұбың Бекболатпен жақсы болып кетсе, мен күресуге тырысамын, бірақ араларыңа түспеймін, бірде айтайын, мен күтемін. Саған күтпеген жағдай. Жанерке, саған айтатын, содан кейін айтамын, өз сөзімді. Бірақ саған айтарым, Олжас бүгін жобада қалады. Өйткені сенің үміткерің бар, және Олжасқа үміткер болуға мүмкіндік бермеймін. Бірақ осы уақыт ішінде бір-бірлеріңен, жасырын кезесіп, ортақ бір әңгіме құрып, шикіліктер ортаға шықпайды деп сенемін, өзім саған сенемін. Үміткерің ет болады екен. Сөйлесем болады ма? Айдай ханым, шынымдығымды айтайын, мен екінші рет бұл нәрсенің қайталанғанын қаламаймын. Жоқ, сен қайталанғанын қаламайсың ба, жоқ? Олжасты қимай тұрсың ба, былай жобада шықпасын деп? Үміт бергім келмеді Олжасқа. Неге? Сол? Сезім жоқ па? Жоқ, ештеңе жоқ. Бекерден бекер жобадан шығып кетсең. Сосын жаңа Бекболаттан кешірім сұрап кеткім келіп отқаны, мен бұл мәселені дәл бүгін айтам деп ойлаған жоқпын, бірақ енді мәселе шығып кеткеннен кейін оны мойындамай отыру еркектікке жат қасиет, Айдай ханым, өзіңіз білесіз оны.